Бәріңе сәлем, қалдарың қалай? Сіздермен бірге Марғұлан. Бүгінгі біздің талдайтын нұсқамыз жалпы осы сауаттылыққа байланысты нағыз ұбт-да келген 12-23 деген нұсқаны талдаймыз. Енді сіздерден сұрарымыз тек қана сабағымызды мұқият қарап, түсініп, түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, группаға былайша айтқанда қолдау көрсек. Ал енді бірінші есептен бастап талдайық. Так, ручкамды дұрыстап алайын. Бірінші есептің берілген оқиға. Егер а минус 15 тең 0 болса, онда а плюс 15 неге тең дейді. Енді өте оңай есеп, қараңдар. А тең 15 екен белгілі. Мына жерден минус плюс болып өтеді. Енді а 15-ке тең болса, 15-ке 15-ті қосыңдар. 30 деген жауап шыға келеді екен. Ол бізде Б нұсқасында тұр. Так, екінші есеп. Дүкеннің шығыны мен табысының кестесі бойынша 3 аптада түскен пайда қанша теңге болды дейді. Енді бұл есепті кез келген адам шығара алады деп ойлаймын. Шын өмірдегі нәрсе кәдімгі өздерің табылатын. Бірақ дегенмен де мен сіздерге оңай жолын көрсетейін. Оңай жол былай болады, қараңдар. Мынаның бәрінің максимальный қанша 0 көріп тұрсыңдар, то есть ең аз дегенде қанша 0 бар, сонша 0-ді қысқартасыңдар. Бізде жағдайымызда 2 0 түрі ең кіші. Соның бәрін, демек 2 0-дан бәріне сызыптайсыңдар. 1 2 1 2 1 2, бәрінен 2-ні сызыптайсыздар. И болды, осымен есептей саласыздар енді. Бәрінде соңында 2 0 қайттан қоса саласыздар. Сонда не болады екен? Табыстарын есептей саласыздар. 460-қа қаншаны қосамыз? 555-ті, одан кейін 500-ді қосасыздар. Сонда жалпы қанша шығады екен бізде? Қазір енді. Так, уақыт созбай тез калькулятормен есептеп тастайық. 460-қа қосамын 555-ті, одан шыққанға қосамын 500-ді. Так, табысымыз біздің 1515 екен. 1515. Енді шығынын есептейік. 155-ке қосамын 102-ні, қосамын 50-ді. Так, бұл жерде бізде 205, 205-ке 305, 307 теңге екен. Енді 1555-тен азайтасыздар. Так, 307-не шығынды. Сонда таза табысы шығады екен. Так, бізде қанша шығады мына жерден? 1200, так, 1200, 15-тен 7-ні айтсаңдар, так, 8 шығады, 1208. Міне 1208-ге артына 2 0-ді қоса саласыздар. Сонда сендерде қателеспесем қандай жауап шығады? 120 800 деген міне бұл нұсқасында тұр. Келесі есеп. Заңдылықты анықтап x-тің мәнін табыңыз дейді. Так, 2 4 x берілген. Енді қараңдар, 2-ке 4-ті көбейтсем 8 шығады. Потом 4-ке қандай санды көбейтсем 12 шығады екен. 4-ке әрине 3-ті көбейтсеңдер 12 шығады. Сонда есептің жауабы А нұсқасына тұр екен. Ең аяқта 9 мен 12 мен 8 көбейтсеңдер, шынымен 96 шығады екен. Так, 80 96 шығады. Демек, дұрыс жауабымыз А нұсқасын белгілейсіңдер. Төртінші есеп берілген 20. Так, төртінші есеп 28 бала бар дейді сыныпта, олардың 14 вокалға, оны биге және 3 бала 2 үйірмеге де қатысады. Бұл сыныпта осы 2 үйірмеге де қатыспайтын бала саны қанша дейді. Енді бұл шығару жолы негізі өте көп. Көп болғанда там 3-4 жол бар, жауаптармен де былай да шығарсыңдар болады. Немесе ондай жеңіл әдіс бар. 2 шеңбер сызасыздар, егер 2 нәрсе туралы айтылса. Екеуіне де, жалпы екеуіне де қатысатын ол бізде 3 бала екен, соны центрге жазып қойсыздар. Келесі енді 14 вокалға, оны биге дейді. Мына жаққа 14 дейсіздер, мына жаққа 10 дейсіздер. Енді 14-тен 3-ті айтсаңдар, соны таза вокалға қатысаңдар қанша болады? 11 адам екен, Келесі нәрсе, мына 10-нан 3-ті айтсаңдар, таза қатысатын 7 шығады. Енді осының бәрін қосасыздар. Сонда қанша шығады? 11-ге 7-ні 3-ті қоссаңдар. Так, 18, 18-ге 3-ті қоссаңдар, 18-ге 3-ті қоссаң 21 шығады, 21 әйтеуір бір жерге қатысады екен. Енді 28 баладан соны 21-ді азайтсаңдар, сендерде, 21, 7 деген жауап шыға келеді екен. Д нұсқасына тұр не. Келесі 5-ші. Шоқан, Бораш және Ғалым жидек жинады. Бораш Шоқанға қарағанда 20% артық, бірақ Ғалымнан 20%-ға кем жинады. Ғалымның жинаған жидегі Шоқанның жинаған жидегінің қанша пайыз артық екенін анықтаңыз дейді. Енді бұл есепті негізінде физиктер болса, физиктер неге байланысты анау? Қай тақырып еді? Молекулалық физикада жалпында температура мынандай пайызға артты, мынандайға кеміді деген кезде бір теореманы қолданып, сонымен шығара салса болады. Сондықтан, енді қазір оңай жолын көрсетіп беремін, қалай шығару керек екенін мынандай есептерді. Қараңдар. Так, бізде Бораш, сосын
так, бірінші шоқанды x деп алайық, яқа. Шоқан x болсын, одан кейін бораш, одан кейін ғалымды z деп алайық. Енді бізге сұрақты оқиық еттім. Бораш дейді. Так, бораш дегенімізде y-ге, шоқанға қарағанда 20% артық дейді. Шоқанға қарағанда 20% артық деген сөз, y теңдестер 1,2 x. Міне. Келесі, ал так, неме келесі. Бірақ ғалымнан 20%-ға кем жинат дейді. Y теңдестер қайтан. Ғалымнан 20%-ға кем жинат деген сөз 0,8 z болады. Осы түсінікті ма? Түсінбесеңдер мұлай келтіріп бере салайын, қараңдар. 100% оған қосылады, анау 20%-ға артық жинады, сосын бөлінген 100 деген нәрсе бар. Осы x-қа тең болады не? Пайызды, яғни пайызға айналдыру, 100, анадан 20%-ға артық жинады, сосын 100-ге бөлсеңдер нақты еселігін көрсетіп береді, қанша есе үлкен екен. Келесі y тең 100, 20%-ға минус кем жинат деген сөз, 20-дан 100-ден 20-ға айтасыңдар, x, так, ой, x нәрде бөлінген 100, сосын нәрде z тұрады. Так, сонда міне, сонда 0,8 шығады екен, осылай. Енді түсінген шығармыз. Енді сұрақ, мынау x z-ке қарағанда қанша дейма немейді. Шоқанның жинаған жидегінің қанша пайызы артық, ғалымның жинаған жидегі шоқаннан қанша пайызы артық дейді. Ғалым, яғни z-тің x-тан қанша пайызы артық екен дейді. Енді екен теңестіре саласыздар, болды сонда. 1,2 x тең болады 0,8 z. Осы жерден біз нені табамыз? Z-ті тауып алайық. Z тең, сонда 1,2 x бөлінген 0,8. Енді сонда Z тең, нәрде 1,5 x шығады екен. 1,5 x деген сөз қайттан пайызға айналдыратын болсаңдар, 100-ге көбейтсеңдер мына жерге. Сонда Z тең 150 шығады екен. 150 x. Демек, 100%-ға қарағанда 50% артық жинады деген нұсқасын белгілейсіңдер. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Қатты қиын нәрсе емес негізі. Келесі мынау есептенді бәрі біледі. 5, 4 плюс 6, 3 өрнегінен көп нүктенің орнына не плюс, не x таңбаларының, яғни көбейту қоюға болады дейді. Берілген өрнектің нәтижесі бола алмайтын санды көрсетіңіз дейді. Енді оңай ғой бұл нәрсені өздерің шығарыласыңдар деп ойлаймын. 6 плюс 3, ой, мына жерге бірінші плюсті қойайық, одан кейін көбейтуді қойайық. Келесі екінші мәселе, біз мына жерге плюсті, мына жерге де плюсті қойып шығайық екен. Не болады екен? Одан кейін келесі мәселе, біз мына жерге көбейтуді қоямыз. 4 плюс 6 тұрады. Одан кейін көбейтуді қойайық тағы да. И соңғы мәселе 5 көбейтілген 4, 6 так, неқа плюс қойылады енді. Плюс 3. Не осының бәрін есептеп шығайық, сонда шықпаған қайсысы соны белгілейміз. Так, 5-ке 4-ті қоссыңдар, қанша болатын? 6, 3, 18. Біріншінде 18-ге қосасыңдар, қаншаны? 4-ті қоссыңдар, 22, 22, 5 қосын, 27 деген жауап шығады екен. Екіншісін тексерейік. 5, 4, 6, 3 деген қосайық. 4-ке 6 қоссыңдар 10, 15, 18 шығады екен. Үшіншісі, 5, 4-ін 20, 6, 3, 18, 18-ге 20 қоссыңдар 38 шығады екен. И соңғысы төртіншісі 5 4-ін 20, 6-ға 3-ті қоссыңдар 9, 29 шығады. Енді жазылмаған сан қайсы яқта? Так, 38 қой. 29 бар, 38 бар, 18 бар, 27 бар, демек 25 деген ғана бізде шықпаған, е? Нәтижесі бола алмайтын, ол Б нұсқасында тұр. Келесі сеп, так, келесі 7-ші септе қараңдар. Өскемен қалалары арасы масштабы көрсетілген дейді картада, осындай сантиметр дейді. Осы қалалардың арасы мынандай картада неше сантиметр болады дейді. Енді бұл оңай нәрсе өте, қараңдар. Былай сесіңдер болады, қысқа жолы. Мынау нәрсені көбейтесіңдер 2,3-ке, одан кейін мынаған бөле саласыңдар. И все. Қатты қиын нәрсе емес негізі. Толық жолын кәдімге көрсетіп беруші едім, бірақ та оған уақыт жоқ. Негіз толық жол былай болады, 1 бөлінген 7, 500 дейсіңдер, осы тең болады x бөлінген, то есть 2,3 бөлінген x деп, осылай кәдімге шығару керек. Сосын x тауып аласыңдар, келесі анаған қойып теңестіріп, в общем солай істейсіңдер. Енді мына нәрседе осындай кезде ылғида шүйде сыңдыр болады мынау. 75 көбейтілген 0, 0, сосын 0, 0, 0, көбейтілген 2,3 бөлінген. Енді өте оңай есебе. Так, тағы да 3 0 бар. Бізге x тауып керек. Қанша сантиметр екен? Так, сонда қараңдар. 1, 0, 1, 0, 2, 3, 4, 5.
5 орын қысқарады. Демек мына жақтан 1, 2, 3, 4, 5 орын қысқартамыз. Сонда 75-ті 2,13-ке көбейтіп 15-ке бөлсеңдер, сендерде 11,15 сантиметр деген жауап шыға келеді екен. Келесі сеп. Айдана, Ақерке, Құралай, Жансая және Әлия бір үйде тұрады. Екі қыз бірінші қабатта және үшеуі екінші қабатта тұрады дейді. Так, ойшын былай істейік. Қараңдар, екі қабат үй салды. Екі қыз бірінші қабатта тұрады дейді, және үшеуі екінші қабатта тұрады дейді. Құралай мен Әлия тұратын қабатта, Жансая тұрмайды дейді. Допустим, Құралай мен Әлия мына жақта тұрсын, Құралай мен Әлия тұратын қабатта, Жансая тұрмайды дейді. Жансая демек бірінші этажда тұрады. Келесі, ал Айдана мен Құралай тұратын қабатта дейді. Айдана мен Құралай, тағы да Құралай туралы әңгіме айтып отыр. Айдана мен Құралай тұратын қабатта, Ақерке тұрмайды дейді. Ақерке демек астына жазылады. Ақ деп қойын. Енді сұрап отыр, бірінші қабатта кімдер тұрады дейді. Жансая мен Ақерке деген жауапты белгілейсіңдер. Міне Б нұсқасына тұр. Келесі 9-шы. Так, енді оқушылар, мен мынау есеп туралы негіз бір нәрсе айтқым келіп тұр. Қазір. Так, смотрите. Мынау есептен негізі математика сауаттылығын есеп жүрген өзін түсінбедім. Потому что, смотрите, бұл жерде айтады сұрақ. Бір банка бояу үшін 15 метр квадрат аудан керек екен бізге. 15 метр квадрат. Бізге мынау шатырының ауданын табу керек бізге. Енді шатырын олай сөйлеткен мұқият қарасаңдар, былай жатыр, Былай жатыр. Сосын мына аяғы былай кетіп қалған. Одан кейін мынау бергі жағы бар ғой еще, мына аяғы. Так. Осының шатыр болып тұр ғой. Мына аяғы 6 болып тұр, мына аяғы 6 болып тұр, мына аяғы 4 болып тұр. Смотрите, мына жерге қарасаңдар, егерде сендерде мына жерде мынаңда ұзындығы 6, мынаңкіде 6, мынаңкіде 4. Астын біз білмейміз енді, асты айтылмаған ол туралы. Енді бұл есеп не істеп жүр деген сұраққа келетін болсақ, қараңдар, бұл геометрияның есебі. Бұл жерде сендерге алдымен трапецияның ауданын табу керек. Мына жерден кәдімгі сендерге мынау астын x деп алсаңдар, осыны зерттеу керек кәдімгі. Біраз әңгіме айтылады. Биіктік түсіресіңдер, мына жаққа екі жақ теңестіресіңдер, мына жақ 4. Так, мына жерде 4 деп алынады. В общем, сондай нәрсе. Не үшін айтып жатырмын, қазір түсіндіріп беремін. Одан кейін қараңдар. Сендерге сосын мынау үшбұрыштың ауданын табу керек. Мынау тең бүйірлі үшбұрышты, міне 6 деген тең бүйірлі үшбұрыш, екі қабырғасы бар. Асты тоже x болады. В общем, осының ауданын табу керек. Арғы беті бар, мына аяғы, оның арғы беті бар. Сосын аудандарын тауып, есептеп істеген кезде сендерде мына жерде жауабы то 6, то 7 деп тұрады екен. Мен бір тестте байқадым, 6 деген жауап тұрады, дұрыс жауабында. Мынақта енді 7 деп тұр. В общем, мынаның трапеция негізі ауданы бізде 64,3 қойдым, қателеспесем, сондай нәрсе шыққан. Енді біраз нәрсе геометрияны зерттеу керек. Сауаттылыққа негізі бұл есептің былайша бергені дұрыс болмады. Себебі мына жерде сендер кәдімгі геометрияны білу керексіңдер. Аудан, қасиеттерін, тең бүйірлі деген нәрсені. Ал оны оқушы, геометрияны білмеген оқушы қайдан мынаны шығарсын деген сұрақ қой. Сондықтан данный момент мына жерде жауабы 7 деп тұр. Бір нұсқада көрдім 6 дегенді. Сондай спорный вопрос нетіп тұр. Егер де дәлелдеу жол керек десеңіздер, кәдімгі толық, оны мен сендерге дәлелдеп бере аламын, бірақ қазірге уақытымды құртпай қояйын. Сондықтан комментарийға тек қана жазсаңдар, ағай 9-ы көрейікші, не болады екен деп. Сондықтан солай. Так, кеттік дальше. Кітаптың бетін нөмірлеу үшін 600 цифр пайдаланады. Осы кітапта барлығы неше бет екенін анықтаңыз дейді. Енді біз білеміз, 3 таңбалы цифр келсе, формула 3x деп басталады. Одан кейін 189 тең, егер 3 таңбалы келсе, АА деген андай формула білетін шығарсыздар. Осыны демек 3 таңбалыға осыны қоя саласыңдар. Сонда x табылай көшеден 600-ден азайтамыз 189-ды, одан кейін бөлеміз 3-ке. Так, мына жерден қателеспесем бізде қанша шығады? Так, есіме шығып кетті ғой. 600-ден азайтамыз 189-ды, шыққан нәрсені бөлеміз 3-ке. Так, 137 шығады екен. Енді осы 137-ге апарасыңдарда 3 таңбалыда қосасыңдар 99-да. Сонда сендердің жауаптарын яқтан 200 қанша шығады? 99-ды қосасыңдар. 236 деген жауап шығады екен. А нұсқасына тұр міне. 236. Түсінікті шығар. Келесі сеп. 1, 2, 3, 7 сандар тізбегінің барлық тақ сандар, сонымен қатар 3-ке бөлінетін сандардың барлығы. Так, біреу звондап қалды.
неден тоқтадық біз? 1, 2, 3, 4, 7. Так, мынандай сандар берілген. Общем, жазып шығайын қазір. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Осы тақ сандардың сонымен қатар 3-ке бөлінетін сандардың барлығы сызылып тасталған дейді. Тақ сандар деген не бізде? 1, 3, 5, так, мынау 3-ке бөлінеді еще. 7, так, потом тақ сан бізде, так, 9 және де 3-ке бөлінеді. Мынау тақ сан, одан кейін 13 тақ сан, 15 тақ сан, и 17-нің өз тақ сан. Енді 3-ке бөлінетін бізде 12 қалды. Қалғандар бөліне ма 3-ке? Так, 2, 4 жоқ, бөлінбейді, 10 бөлінбейді, 14 бөлінбейді, 16 бөлінбейді. Сонда сызылмағандар 1, 2, 3, 4, 5, 6 сан екен, е? Нет, С нұсқасына тұр. Келесі, сұңғат математика пәнінен 10 тестілеу жұмысының төменгі ұпайлар жинады дейді. Орындаған тестілеуді ұпай сандарының арифметикалық ортасын табыңыз дейді. Енді арифметикалық орта деген сөз, мынаның барлығын қосып шығасыңдар. Барлығын қосасыңдар да қанша сан бар, сонша санға бөлесіңдер. Біздің жағдайымызда 1, 2, 3, 4, 5, 10 сан бар екен, е? О үшін бәрін қосындысын әсте алсақ, соны 10-ға бөлсеңдер, сенде мына жерден қателеспесем 84,2 деген жауап шығу керек. Осы ғой деймін, есімде жоқ точно. Ну, қиын емес, бәрін қосып 10-ға бөле саласыңдар. Келесі, x сынау амалы кез келген x пен y үшін орындалады. Төмендегі ұйғарымдардың қайсылары дұрыс дейді. Енді қараңдар. Тоже оңай есеп. 4 пен 1-ді қойсыңдар, 2-ке теңеседі дейді бірінші ұйғарымда. Көрейік, ал 4 пен 1-ді қойып, x-ның орнына 4-ті қоям, y-ның орнына 2-ні қойсам 2, 3, 4-ке 2-ні қосыңдар қанша? 6, 6-ны үшкелсеңдер 2 шығады екен. Дұрыс. Бірінші ұйғарым дұрыс екен шынымен де. Енді екінші ұйғарым. 4 пен 1 мен 4-ті қойсыңдар, 2 теңеседі дейді. Так, біз бана 4 пен 1-ді қойған кезде 2 шыққан, енді 1 мен 4-ті қойық. Так, x-ның орнына нәргені көріп тұрсыңдар, 1, y-ның орнына 4-ті қойсыңдар. Сонда x-ның орнына 1 плюс 2, 4, 8 бөлінген 3. 9, 3-ке бөлсеңдер 3 шығады екен. Жоқ, дұрыс емес екен, я? 2 теңеспейді екен. 2 тең 3 деген өтірік нәрсе. Так, сондықтан сызып. Келесі үшіншісін көрейік. 4 пен 1-дің қатынасы дейді ондай. 5 пен 2-ның қатынасына, то есть қатынас деп мұны неме? Белгі, 2 бүтін 3-тен 2-ке тең болады дейді. Так, біз білеміз 4 пен 1 дегенімізде 2-ке тең екенін. Енді 5 пен 2-ні өзін тауып алайық. X-ның орнына 5-ті қоямыз, Y-ның орнына 2-ні қойсақ 2, 2, 4 бөлінген 3. Так, 9 3-ке бөлсеңдер 3 шығады екен. Енді осы күйін қайдадан сендер аласыңдар да мынау нәрсеге қоясыңдар. Сен то есть әр қайсынан жеке-жеке тауып алыңдар, оны яқтан 2 шықты, мына жақтан 3 шықты. 5 пен 2-ні қойған кезде. Енді осы күйін қайтадан салыстырасыңдар. X-ның орнына 2, ананың орнына 3-ті қоясыңдар. 2 3 6 бөлінген 3. Қанша шығады сонда? 8 бөлінген 3. Ал оны араласып бөлшікке келдірсек, 3 бүтін 2-ден 2 екен шынымен 3 2 6, 2 дұрыс. Үшінші тұжырым дұрыс екен. Енді 4 деген тұжырым енді қате. Қате деп ойлап тұрмын, өзіммен көрмедім, негізінде бірақ қате болу керек. Себебі не қараңдар, жауаптарына қарайсыңдар да екі нәрсе ғана берілген. Енді сонда көре салайық. 4 пен 1 біз 2-ке тең екенін көрдік. 4 пен 4-ті көрейік. Ал x-ның орнына 4-ті қоямыз. 2 4 8 бөлінген 3. 8-ге 4 12, 12-ні 3-ке бөлсеңдер 4 шығады, Енді 2 мен 4 салыстыратын болсақ, 2 4 8 3 10 бөлінген 3 деген шығады екен. Бұл бізде қаншаға тең? 3 бүтін 3-тен 1-ге тең, 2 емес. Сондықтан бұл қате екен. Демек, дұрыс ұйғарымдары 1 мен 3 деген жауапты дейміз. Ол С нұсқасына тұр міне. Келесі. 3 балықшы бірнеше балық аулады. Бірінші балықшы барлық аулаған балықтарын лақтырып тастап, қалғанның мынандай бөлігін алды. Білетін шығарсыздар, бұл есепті бұрыннан келе жатқан есеп, көрсеткем алдында да шешімдерін. Так, смотрите. Бұл есепті екі жолмен шығарса болады. Біріншісі жауаптармен, екіншісі теңдеу құру арқылы. Енді жауаптармен бірінші теңдеумен көрсете салайын, қалай болады екен, қараңдар. Бізде жалпы 3 балықшы бірнеше балық аулады. Бірінші балықшы барлық аулаған балықтардың біреуін лақтырып тастайды, қалғанның 2-ден 1 бөлігін алады дейді. Сонда қараңдар, бізде S балық тұрады. Біреуін лақтырып тастайды да, қалғанның 2-ден 1 бөлігін алады деген сөз, 2-ден 1 бөлігі қайттан қалады екен шелекте. Сосын екінші балықшы тура сол операцияны істейді. Шелекте 2-ден 1 балық қалады. Үшіншісі келеді тура сол операцияны істейді. 2-ден 1 қалады. Осы тең болу керек.
4-ке. Соңында 4 балық қалады екен. Сонда қараңдар, 2-ке 4-ті көбейтсеңдер 8, 1-ді қосасыңдар 9, 2-ке көбейтесіңдер 18, 1-ді қосасыңдар 19, 2-ке көбейтесіңдер 38, 1-ді қосасыңдар 39 деген міне А нұсқа шығады екен. Түсінікті болған шығар, иә? Енді жауаппен көрсете салайын. Қараңдар, 39 шынымен дұрыс па екен. Шелекте басында 39 балық болады. Сосын келеді ана хозяин, иә? То есть хозяин деп аулаған балықшы. Біреуін лақтырады, 38 қалады шелекте. Сосын осының 2-ден 1 бөлігін өзіне алады. 2-ке бөлсеңдер қанша шығады? 19, иә? 19 шелекте қалады екен. Үшінші балықшы келеді, тура осы операцияны істейді, біреуін лақтырып тастайды, сонда 18, екеуін алады 9. Осының келеді, үшінші балықшы соңғы біреуін лақтырып тастайды, 8 қалады, 8-дің 2-ден 1-ін өзіне алады. 4 балық шелекте шынымен де қалады екен міне. Мына нұсқада тұр. И тез тексерудің жолы соңғы нәрсе, қараңдар. 2-ден 1 бөлікке бөлінетін сандар, то есть сендерде жауаптарынан тақ сандар ғана тұру керек. жұп сандар жауаптар міндетті түрде болмайды. 48, 46 деген. Себебі 40-тан 1-ді алып тастаңдар 39, 39-ды 2-ке бөле алмайсыңдар, иә? Міне. Сол сияқты 8-ден 1-ді алып тастаңдар 7, 7 2-ке бөлінбейді тоже. Өйстіп тез сонда сендер тексеретіңдер А или Б деген нәрсеге келесіңдер. Так, келесі. Суретте фигураның ауданын табыңыз дейді. Бұл да оңай есеп. Так, қараңдар, былай жалғай салайын мына жерде. Сонда не түсінеміз біз? Былай жалғайтын болсақ, егерде мынау 4 бұрышқа мән берейік, мына жердің ұзындығы демек 10-ға тең екен, иә? Өйткені мына жерде бізде 10-ға тең деп тұр. Демек, мына үстіне бізде 5 барады екен. Дұрыс қой, жалпы 15 шығу керек. Енді осы жердің ауданын табайық сонда. 20-ны 10-ға көбейтесіңдер, аудан шығады, 200. Білетін шығарсың 4 бұрыштың. Келесі енді үстінде не шығып тұр? Мына 5 болса, мына жері. Демек, мына жерде 5, мына жерде 5, мына жерде 5. 5 5 25. Жалпы аудан сонда 225 деген жауап шығады екен. Ол міне С нұсқасында тұр. Келесі 3 бұрыштың бір қабырғасы 5 см, екіншісі 9 см, ал үшіншісі x-ке тең дейді. Төменде көрсетілген сандардың қайсысы x-тің мәні болуы мүмкін дейді. Енді қараңдар, 3 бұрыштың заңдылығын білетін шығармыз өреміз. 5, 9, x болсын, мынау да негізі геометрияның есебі, сондықтан білмеймін енді. Бұны заңдылықты білмейтіндер шығарамай қалады, шынымен де бұл жерде логика емес, заңдылықты білу керек. Өз басым негізі бұндай есептерге қатты қарсы. Қатты емес енді, қарсымын былай шыққанда. Қараңдар енді 3 бұрыштың мындай заңы бар. Мынау екі ненің қосындысы, екі қабырғасының қосындысы. Мынау x-ымыз бізде қараңдар. Кіші не так, то есть кіші үлкен дейсіңдер. Екі қабырғасының қарама-қарсы екі қабырғасының азайтындысының модулінен, яғни модулінен міндетті түрде себебі 5-9 или 9-дан 5 sayысындар разница жоқ, қандай бір ұзындық шығады, -4 ұзындық деп айтпайсыңдар сендер мысалы. Сондықтан 9-дан 5 sayысындар қанша шығады? 4, или наоборот 5-9 sayысындар -4 шығады, только модулін 4 болып шығады ол. Осыдан үлкен болу керек, және де екеуінің қосындысынан кіші болу керек міндетті түрде. Сонда екеуінің қосындысы бізде 14. Кстати, тең деген нәрсені қоймайсыңдар. Либо кіші, либо үлкен болу керек. Үлкеннен тең деген нәрсе болмайды. Сондықтан болды, енді осы жауапты іздейміз. Қараңдар, 14 деген нұсқа болмайды бізде. Себебі ол тең болып қалады. 4 деген болмайды, ол да тең болып қалады. Үлкен болу керек одан. Так, 15-тен жауап мүлдем келмейді. 11 деген жалғыз вариант қана түсі, иә? 3-ті қойсыңдар, қараңдар, 3 4-тен үлкен емес қой. 11 4-тен үлкен, 14-тен кіші. Келесі 17-ші сеп. Арыстан қонақтарды қарсы алды. Түлкі аюдан ерте, қасқыр қояннан кеш, аю қояннан ерте, жолбарыс қасқырдан кеш. Ең кеш келген кім дейді. Енді бұл есепті мен сіздерге шығарудың өте оңай жолын көрсетейін. Потому что ананы былай шығарсаңдар, кейбіреу шатасып кетуі мүмкін. Сондықтан оңай жолын қараңдар. Әрқайсысын жеке-жеке қарастыра саласыңдар. Түлкі аюдан ерте келді дейді. То есть түлкі бізде аюдан ерте келген үшін оған 10 теңге 10 ұпай берсін дейік. Ал аю кеш келгендіктен аюға біз 0 теңге береміз. То есть ұпайы 0. Келесі қасқыр қояннан кеш дейді. Қасқыр қояннан кеш деген сөз, қасқырға біз 0 ұпай береміз, ал қоянға 10 ұпай береміз. Түсінікті ма? Осылай тексеріп өтсең. Аю қояннан ерте келді дейді. Аю қояннан ерте келді, демек аюға тұрады да ерте келген үшін қояннан мәселен 10 теңге дейді. 10 ұпай. Так, қоянға бізде 0 ұпай береміз. И соңын оқиық. Жолбарыс қасқырдан кеш келді дейді. Жолбарыс қасқырдан кеш келді. Так, жолбарысқа кеш келгендіктен 0 ұпай береміз. Қасқырға ерте келгендіктен 10 ұпай береміз. Енді болды, ұпайлардың бәрін жазып шықтық біз, иә? Енді қараймыз.
кім вообще мына ұпай алған жоқ, соны іздейік. Әрине қараңдар, түлкіде бізде 10 ұпай бар екен. Қоянда да бар. Қоян ұтылды, бір рет ұтты, бір рет ұтылды. Міне, аюда 10 ұпай бар екен. Аю және ұтылды, и ұтты. Қасқырда бізде 0 ұпай мен 10 ұпай бар. Жалғыз жолбарыста ғана ұпай жоқ екен. Ұпай жоқ, сонда бізде жолбарыс, демек ол ең кеш келген адам болады екен. Ой, адам деп жануар. Так, түсінген болармыз, осылай тез емес па, оңай. Так, келесі 18-ші есеп. Қанттың бағасы 20%-ға төмендеді. Енді 100 теңгеге бұрынғыға қарағанда қантты неше пайызға көп сатып алуға болатынын анықтаңыз дейді. Енді қараңдар, формуласы мынандай болады. Жаңағы бора, шоқан деген бәрі ол негізі осы жүйе бойынша шығады. 100 плюс минус, так, x пайыз бөлінген 100 деген ал нәрсемен шығарсаңыздар болады. Көрейік, ал қараңдар, бізде енді 100 теңгеге қанша алады дейді мынау. Енді 100 теңгеге алатын нәрсесі болса, 100 тең, так, S1, мына жерде не болады? Так, 100 минус қоямыз, өйткені кеміді деп атыр, қанттың бағасы 20%-ға төмендеді. Сонда 100-ден 20 алсындар, в общем 80 шығады екен. 80 бөлінген 100. Так, мынау мен мынау қысқарады. Енді S1 осы жерден, так, 100 көбейтілген 10 бөлінген 8, 100-ден 0,8-ге бөлсеңдер 125 шығады екен. Демек, не түсінеміз біз мына жерден? Бастапқыда, яғни 100-ге қарағанда 25, егер де 20%-ға кемсе, демек біз міндетті түрде көп аламыз, сондықтан 100-ге қарағанда 125 25-ге артық екен. Демек, мен д нұсқасын белгілей саласындар. Так, мына жерде өлшей салайын. Қазір. Келесі сеп. Әділ жылқыны 15 күн жемдеуге 21 қап кебек жұмсады. Ол қыстың 4 айында 120 күн 20 жылқы жемдеуге жоспарлап дейді, жем қорын әзірлемек болды. Әділ ең кем дегенде қанша қап әзірлеуі қажет екенін анықтаңыз дейді. Так, бұл есеп енді былай шығады. Кейбіреуіне қиын болып көрінуі мүмкін. Қараңдар, бұның негізі шығару жолының 2 жолы бар, Бірінші жауаптармен асықпай бүйтіп логиканы қосып біраз шығарса болады. Екіншісі кәдімгі шығару жолын көрсейін. Қараңдар, 7 жылқы бізде 15 күнде 21 қап жесе, яғни 21 қап жесе, сосын арғай оқиық сұрақта. Енді 20 жылқы дейді, 120 күнде x қап жейді екен деген пропорция құра саласындар. Осы жерден енді x табу керек. X тең мынау мен мынау көбейтіледі. Так, 20 көбейтілген 120 көбейтілген 21 бөлінген 7 көбейтілген 15. Енді мынаны кейбіреу шынымен де көбейтіп, сосын бөліп отырады, ұзақ ол қараңдар. Өйстіп көбейту ретінен жазып алған өздеріңе жақсы екен. Сосын барып қысқартасыңдар. 3 наған 1-ден 15-ті 3-ке қысқартсаңдар 5 шығады. 20-ны 5-ке бөлсеңдер 4 шығады. 4-ті 120 бөлсеңдер 480 деген жауап шығады екен. Не аға нұсқасында тұр. Түсінікті шығар, келесі 20-шы есеп. Енді мынау есеп бұрыннан келе жатқан есеп, талай рет айтқам, көрсеткем. Сонда да қазір сендерге бір нәрсе көрсетейін. Енді білмейтіндерің бар шығар, бір Құдай біледі ғой бәрін. Сондықтан, так, қараңдар енді міне. Мынау суретті көрсетейін ма, қайсыны? Әдемісі қайсысы? Давайте осы тұра берсін. Қараңдар, бір жағы боялған деген сөз, мынау центрлер, білетін шығармыз оны. Міне, ой. Мынау, сосын мынау. Міне басы келіп отыр. Мынау, сосын мынау. И ар жағына тура солай қайталанады. Сонда бізде жалпы бір жағы боялғаннан 6 бар екен. Келесі екі жағы деген сөз мынау. Қызыл мен көкті көріп тұрмыз, Осындайдан біреу, сосынан қараңдар, ортасында міне сары мен көк, мына аяғында да сары мен жасыл ма қандай цвет. И сондай санап шыққан кезде мына аяғында да бар, мына жағында да бар, астында арғы бетінде міне екі жағы боялған 12 тал екен бізде. И үш жағы деген сөз мынау оңая қызыл, қызыл, сары, көк. Міне осы сонда ондай үш жағы боялған бізде 4 бар екен. Ой, 4 емес, 8 тал. Текше осындай. Бұл сұрақ, так, мен бір қызға айтайын. Мен енді кезінде, осыдан 3 жыл бұрын тапсырған кезде, қалай болған біздің кезде? Жаңа сабағым қайда? Біздің кезде бұндай есептер өте аз келетін, 25 сұрақ болады максимум. Сосын ентіға кірген кезде мен өмірімде бірінші сосын есепті көрдім. Маған тура осы сұрақ келген. Тура осы сұрақ болған кезде маған
неше текше бар деген емес, бір жағы боялған қанша не бар деп саны. Бірінші рет келген кезде мен где-то 2-3 минут ойландым. Сосын бүйтіп, егер визуально қалай айтсам болады, нелерің дамыған болса, миларыңмен былай қараған кезде, мен енді бірінші рет кірген кезде бұндай сөйтіп өмір көрмеген ғой, сондықтан миымды толық қостым да, бүйтіп оймен қарап отырдым. Так, мынау деп сөйтіп дұрыс белгілеп шықтым. Маған, кстати, ол жерде екі жағы боялған деп келген еще, бір жағы емес. Видите, сондықтан так, қатты қиын есеп емес, кішкене енді өмір көрмеген адамдар болса, былай көзбен ойланып көрсеңдер де, өздерін тексеріп көріңдер, енді сұрақты нетпес бұрын, оқымас бұрын. Так, ойша сіздерге шыға ма екен? Мен ойша санаған кезде сөйтіп шыққан. Так, сонымен түсінікті, бір жағы деген сөз бізде қанша болады? 6 тал, 2 жағы десе 12 тал, 3 жағы боялған десе 8 тал екен. Енді сұрақты оқи қайттан. Бізде айтып тұр, бір жағы боялған неше текше бар дейді. Ұзындығы 4 см болатынды 1 см алып кескен кезде дейді. Сонда 6-ны сендер аласыңдар да 4-ке көбейтесіңдер, 24 текше бар екен сондай. Бұл нұсқасын белгілейсіңдер. Енді осымен сау болыңыздар. Сабақтарым ұнаған шығар. Түсінікті болған шығар бәрі. Лайк, репост достарымызбен шақырып бөлісеміз. Әлі талай нұсқалар талдайтын боламыз бұйырса. Осымен сау болыңыздар.